Здравствуйте, коллеги. Я думаю, все уже подключились. Мы можем уже начать нашу трансляцию практики. Так, все готовы? Начинаем? Мгм. Отлично. Уважаемые коллеги, запись уже ведется. Пожалуйста, все свои микрофоны выключите и включите камеры. Я буду вести на двух языках, но в основном на казахском. Так, хорошо, начинаем. Құрметті әріптестер, бүгінгі авторлық бағдарламалардың тәжірибесін тарату, педагогикалық біліктілігін арттыру механизмі тақырыбындағы практикалық трансляцияға қош келдіңіздер. Трансляция барысында Алмалы, Ауезов және Жетісу аудандарының мұғалімдері өз жұмыстарымен бөліспек. Бүгін биология, бастауыш сынып, қазақ тілі, орыс тілі, география және дене шынықтыру пән мұғалімдерінің авторлық бағдарламалары ұсынылады. Пәндердің осылайша кең ауқымда қамтылуы біздің трансляциямыздың шын мәнінде пәнаралық екенін көрсетеді. Ұсынылатын тәжірибелер сізге жаңа идеялар мен шабыт беріп, өзара кәсіби ынтымақтастықты нығайтады деп сенеміз. Баршаңызға жемісті жұмыс тілейміз. Здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать на трансляцию практики по теме трансляции опыта, реализация авторских программ как механизм повышения квалификации педагогов, учителей Алмалинского, Ауэзовского и Жетсусских районов. Так, минуточку. Алмалинского, Ауэзовского и Жетсусских районов. Сегодня вы услышите презентацию авторских программ учителей биологии, начальных классов, казахского языка, русского языка, географии и физической культуры. Извините, коллеги, все еще подключаются. Я время от времени так буду отвлекаться. Сегодня вы услышите презентацию авторских программ учителей биологии, начальных классов, казахского языка, русского языка, географии и физической культуры. Такой широкий спектр предметов делают нашу трансляцию по-настоящему межпредметной, показывая, что инновации и профессиональный рост возможны в каждой области. Надеемся, что предоставленный опыт станет источником новых идей, вдохновения и плодотворного сотрудничества. Желаем всем продуктивной работы. Құрметті әріптестер, енді трансляциямызды бастамас бұрын біздің басты қонағымыз қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының білім сапасын бағалау бөлімінің әдіскері Күлназарова Майя Сұлтанқұловнаға беріледі. Майя Сұлтанқұловна, сөз өзіңізде. Трансляциямызды бастап жіберсеңіз, ашып жіберсеңіз. Иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Трансляцияға әрине енді біздің өзіміздің жағы 2025 жылғы 25 ақпан нөмірі 32 бұйрықтың 12 қосымшасының 3/5 деген тармақ бар, иә? Өлшем шарты десек те болады. Сол өлшем шарты бойынша сіздер өздеріңіздің оқу әдістемелік материал дейміз ғой, жинақтарыңызды, немесе оның ішінде авторлық бола ма, элективті курс бола ма, сол бойынша педагог зерттеуші біліктілік санатына беретін кезде, немесе растаған кезде, сіздер міндетті түрде жағы 3/5 өлшем шарт бойынша трансляция жасау, тәжірибені тарату, қазақша айтқанда тәжірибені тарату міндеттелген болады ғой. Сол бойынша сіздерге әрине енді қатысу керек пән мұғалімдері, бірақ бұл жерде көптеген пән болғандықтан маған қатысыңызшы деп өтініш айтқаннан кейін мен қатысып отырмын. Әрине мен универсал адам емеспін, оның бүкіл пәнін бәрін қарап отыратын, бірақ әр пәнге, әр мұғалімге 3 ауданнан қонақтар қатысып отыр, өзінің пәні бойынша. Сондықтан да бұл жерде бірінші салмақ сіздерге түседі, сіздер қарайсыздар, трансляциясы қалай өтті, өзінің сол қолына алған жаңағы әдістемелік материалының сапасы қаншалықты, соған сәйкес келеді ма, оған баға беретін өздеріңіз. Бұл хаттама арқылы барлығы жазылады. Құрметті Майя Сұлтанқұловна, барлық спикерлердің атынан біздің трансляциямызға қатысуға келісім бергеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Енді ары қарай өзіміздің трансляциямызды жалғастыра беретін болсақ, қазір мен әр мұғалімге, әр спикерға сөз беріп отырамын. Аттарыңыз аталған кезде өздеріңіздің презентацияларыңызды қосып, уже бастап кетсеңіздер болады.
Ең бірінші біздің трансляциямызды бүгінгі күні бастайтын педагог зерттеуші биология пәнінің мұғалімі номер 90-шы мамандандырылған мектеп лицейінің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Бақтыбаевна Майра Ринатовнаға беріледі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы микромир, мир бактерий, вирусов и грибов. Саламатсыздар ма, әріптестер. Меня хорошо слышно, да, Талат Ермекович? Да, вас слышно. Можно. Мен Бақтыбаева Майра Ринатовна, 90-шы лицей биология пәнінен мұғаліммін. Бүгінгі трансляциямыз сәтті өтсін. Я продолжу на русском языке, с вашего разрешения. Так, F5 нажмем. Итак, позвольте представить вам мою авторскую программу, название которой вы уже услышали. Хотелось бы, конечно же, начать с того, что... Коллеги, извините, у меня видно мой экран? Моя трансляция вам видна? Да. Хорошо. Вот так вот надо, хорошо. Дело в том, что данная программа родилась не просто так, потому что, можно сказать, в планетарном масштабе мы все с вами пережили такое историческое событие, можно сказать, да, в плане микробиологии, медицины и вообще многих судеб человека, да, людей, населяющих нашу планету, это пандемия. Поэтому причиной такой авторской программы явилось именно это событие. Почему? Потому как все-таки наши фундаментальные знания помогают нам улучшать качество нашей жизни. Итак, говоря о содержании данной программы, конечно же, хотелось бы отметить вот такие как бы тезисно столпы, на которых вообще строится данная программа. Это актуальность и экосистема, здоровье и профилактика, лаборатория исследования, критическое мышление, интеграция и современность. И выделяя данные, так скажем, столпы для педагогического сообщества, конечно, будут интересны такие моменты, как педагогическая ценность, итоги и перспективы. То есть, что на самом деле есть эта программа и что она дает, правильно? И начать, конечно, хотелось бы с актуальности, которая строится на том, что вообще в 21 веке микробиология стала одной из ключевых наук, влияющих на медицину, экологию, промышленность, сельское хозяйство и качество вообще жизни человека. Масштабные эпидемии, пандемии показали необходимость базовых знаний о микроорганизмах и механизмах их действия. Курс помогает школьникам понимать природу инфекционных заболеваний, факторы, влияющие на здоровье человека и целых сообществ, а также использование микроорганизмов в биотехнологиях, фармацевтике, пищевой промышленности, делают эту тему практической и востребованной. Я думаю, что мы все это понимаем и, соответственно, можно с этим согласиться. Так, далее. Говоря о данных аспектах, можно обосновать на таком примере, как микроорганизмы являются основой круговорота веществ и почвообразования. Посмотрите, да, мы все знаем, в каких-то литературных произведениях Земля – это мать, Земля – это основа, Земля – это та же самая почва, это тот фундамент, в конце концов, о который мы с вами опираемся. Поэтому доказательством того, что насколько актуальна данная программа, можно отобразить в данных, так скажем, в данной информации. Формирование экологического мышления, да, это понимание учащимися взаимодействия человека и микромира. И, соответственно, на базе этого формирование вообще осознанного такого выбора своего в жизни, да, это сохранение природы и уважительно относиться к окружающей среде, начиная с сортировки мусора и вообще своего поведения, да, как части экологического сообщества. Так, далее. Немножко у меня. Далее, конечно, хотелось бы продолжить. Сейчас, минуточку. Следующий аспект – это здоровье и профилактика, тоже достаточно важный момент, где мы с вами говорим нашим учащимся о том, что курс
значение курса для здоровья нации, да, мы отмечаем. Он дает осознать связь между гигиеной, санитарией, минуточку, сейчас еще раз, санитарией и профилактикой заболеваний. В данном моменте учащиеся изучают влияние микроорганизмов на здоровье, как полезное, так и патогенное, потому что мы знаем двоякое влияние на микроорганизмов на человека как экосистему и в целом на планетарную экосистему. Формируется ответственное отношение к личному и общественному здоровью, пониманию принципов эпидемиологической безопасности. Вообще программа, она рассчитана на то, чтобы вот сегодняшние моменты показывают нам, да, ситуации какие-то, когда многие родители, например, отказываются от вакцинации своих детей, тем самым снижая или вообще обнуляя вот этот коллективный иммунитет. Поэтому вот основы понимания вообще важности, актуальности данной программы моей, она вот лежит уже вот даже вот в этих азах, вот в этих основах. Далее, коллеги, ну, здесь немножко я хотела бы обосновать, вот как показать, как инфекции, механизмы и барьеры, да, то здесь ученик, он видит, как, разбирая, изучая, исследуя, он понимает, как вообще идет распространение заболевания. Соответственно, он включает факторы, которые повышают риск, и способы защиты, соответственно, да, это профилактика. Тоже очень важно, потому как мы с вами всегда обитаем в социуме, и наши с вами подопечные. Далее, коллеги, здесь тоже очень важный момент, как вот я назвала лаборатория и исследования. Это тоже немаловажная часть в нашей школьной жизни, потому как в нашей работе и в ежедневном, так скажем, пребывании учащихся, как практическая ориентированность. Да? Ученики осваивают методы работы с микробиологическим оборудованием. Это микроскопы, питательные среды, лабораторные инструменты, современное оснащение кабинетов вообще биологии, химии, физики, будь то имеет в своем наличии вот такие, так скажем, такое необходимые компоненты, которые улучшают образовательный процесс. Поэтому почему бы ими не пользоваться, почему бы их не включать в оборот. Далее, выполняют лабораторные отчеты, мини-исследования. Это развивает научное мышление и исследовательские навыки. Применение знаний для анализа вообще полученных данных, да, вот реальных ситуаций, почему так произошло, допустим, пандемия по COVID-19, какая-то вспышка каких-либо заболеваний. Это все приводит к размышлению о том, что какие экологические нарушения произошли в нашем, так скажем, нашей глобальной вот этой планетарной экосистеме и дает возможность сделать правильные выводы, обучая учащегося и уже как бы применяя это в своей повседневной жизни. Далее, коллеги, хотелось бы сказать о том, что, немножко не успела пролистать слайд, вот здесь вот реальные исследования, развитие навыков, да, структура проекта, ученик понимает, по какому алгоритму нужно действовать, это те самые настоящие исследования, которые проводятся нашими с вами учеными, ученым сообществом, то есть это уже первый шаг к тому, что наши учащиеся погружаются в данную среду исследовательскую и приобретают соответствующие навыки. Мгм. Далее хотелось бы сказать о вот, анализе системы биоданных. Да. Сейчас у нас есть такая тенденция к тому, что мы, как педагоги, говорим все чаще и чаще о том, что есть профессии, уже намечаются профессии будущего, так называемые, да, и у нас везде фигурирует анализ данных. Data science мы это называем, да, поэтому когда мы говорим о исследованиях в разделе биологии или будь то каком-то в другой сфере научной, то у нас всегда накапливается определенная база данных, которую нужно анализировать. Это тоже важнейший навык уже последующего века и нынешнего века. Поэтому вот данный момент, данный, так скажем, вот пункт, он очень обязателен вообще для, так скажем, в плане для педагога, для того, чтобы вот привить это. Ну, для начала, конечно, мы сами должны этим владеть. Это биоинформатика на самом деле. Это такие курсы, которые изучаются учащимися уже в 10-11 классе в курсе биологии. Поэтому есть уже ребята, которые интересуются этим, и за этим будущее. Так.
Ну и развитие критического мышления, конечно же, критическое мышление здесь непременно, потому как это работа с разными источниками. Одни источники могут быть правдивыми, другие настоящими и информационными. И вот в этой массе информации ученик должен уметь правильно ориентироваться, выстраивать траекторию для того, чтобы запастись или создать базу для себя настоящей информации, правдивой информации. Поэтому вот такие работы, как групповое обсуждение, командная работа и собственное критическое мышление, когда уже в процессе это происходит, это тоже важнейший компонент, который предусмотрен в данной программе. И у нас так происходит на самом деле даже на уроках, не говоря уже об элективных курсах, поэтому здесь тоже достаточно важный момент. И, ну, можно так сказать, тоже интересно для нас, как педагогов, это интеграция и современность. То есть где же эта микробиология еще нам, с чем она еще пересекается вот в нашей, так скажем, деятельности и потом уже в жизни наших выпускников. Это прежде всего межпредметные связи, это непременно биология, экология, медицина, химия, биотехнология, да, и где это все освещается, конечно же, в вопросах решения пандемии, потом тоже очень больной вопрос сегодня назревает все больше и больше, это антибиотикорезистентность и биобезопасность. Всем нам известно, что мы, наверное, уже на пороге к тому времени, когда, наверное, уже никакой антибиотик нам не поможет, если только фармацевтическое вот это научное сообщество, технологии не научится еще что-то производить, да. Но это только усиливает наши мутации, усиливает степень мутации, да, и, естественно, усложняет производство. И в это все как бы упирается на здоровье нашей нации. Ну и потом наглядное, конечно, наглядные средства, они помогают больше визуализировать, представлять и потом уже способствовать тому, что дети моделируют, создают. И, конечно же, если говорить в этом же русле, то биотехнология, пища наша с вами, фармацевтика и биотопливо можно тоже обозначить как моменты, которые требуют знаний микробиологии. И вот данный курс, он как раз-таки хорошо показывает, как микробиология вносит свой вклад в различные сферы промышленности, а ученики при этом анализируют экономику и экологичность, да, вот, производства и использования биотоплива. И это все формирует так называемое устойчивое развитие, что очень тоже важно в любом изучаемом предмете. Так, ну и педагогическая ценность вообще как таковая для нас, как для педагогов, это здесь в разрезе, в разрезе микробиологии, вообще биологии в целом, воспитывается уважение к науке. Сам учащийся, окунаясь, погружаясь в эту работу, он представляет и понимает и оценивает вообще труд научного работника, труд вообще преподавательский труд, да, и, соответственно, формирует вот эти вот, как бы, свое мировоззрение научное, да, и ответственность за экологию. Посмотрите, коллеги, здесь ученики тоже также осознают вот эту вот всю особенность влияния микроорганизмов на наш вот этот вот жизненный круговорот, и оценивать позволяет это все свой вклад. То есть начни с себя, и за тобой пойдет кто-то еще обязательно. Так, вот это вот эта кнопка. Мгм. Ну и, конечно же, здесь нельзя не говорить о том, что это все формирует вот эту правильную профориентацию. По мере изучения микробиологии в курсе биологии, это, конечно же, основа хорошая для выбора профессий. А это, опять-таки, профессии будущего. Посмотрите, за биотехнологии будущее. Фармацевтика тоже, она очень развивается. Экология. Сейчас вот работники экологии тоже будут очень привлекаться вообще к нашей деятельности. Вообще медицина, само собой, вечные профессии, да, учитель, врач и так далее. Потом это возможности, которые имеют учащиеся, изучая, да, это бывать, работать и вообще понимать и создать эту атмосферу научную в лабораториях наших вузов. И затем уже на основе этого всего формируется вклад в науку и в экономику вообще, да, понимание этого всего. Иногда ребята приходится приводить пример, как, допустим, градостроители
или там, допустим, управленцы города, да, в акиматах, некоторые специалисты, главные, ведущие, они не имеют экологических базовых знаний, что нарушает вообще вот эту экосистему города. Поэтому это тоже достаточно важный аспект, который нам нужно будет прививать учащимся. Ну и ключевые компетенции на выходе, что ученик имеет? Конечно же, это лабораторные навыки, это умение работать с данными, анализ их, предоставление каких-то аргументированных выводов, это командная работа и, соответственно, критическое мышление. Конечно же, вот когда мы говорим с вами о функциональной грамотности, изучая это все, погружаясь в эту научную исследовательскую атмосферу, у нас на выходе имеется выпускник уже в идеале, да, мы говорим ожидаемые результаты. Это, конечно же, такая личность, индивидуум, которая понимает, оценивает свое поведение в повседневной жизни и, соответственно, выбирает этот выбор, делает выбор в профессиональном плане и, соответственно, улучшает мир, делает его безопаснее и устойчивее. На этом все, коллеги. Благодарю всех учителей, которые здесь собрались в этом виртуальном пространстве, партнеров наших, учеников, соответственно, потому что на базе таких вот ученических потребностей родилась данная программа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и развитие. Ниже указаны мои контакты. Все, спасибо. Спасибо, Майя Ринатовна, за такой содержательный доклад. Уважаемые коллеги, здесь я хочу напомнить всем, что у нас есть регламент 5-7 минут. Пожалуйста, не больше, и давайте будем придерживаться данного регламента, хорошо? Так, теперь продолжаем дальше. Педагог зерттеуші қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі, номер 15 гимназияның директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Қасымбаева Жадыра Болатбекқызы, авторлық бағдарламаның тақырыбы функционалды коммуникативтік дағдыларды тілдік клуб аясында дамыту арқылы қазақ тілін тиімді оқыту. Сөз сізде, Жадыра Болатбекқызы. Қайырлы күн, әріптестер. Қазір. Даусым естіліп тұр ғой, иә? Иә, барлығы естіліп тұр. Жақсы, онда бастайық. Бұл жерде тіл клубы, тілмен еркін сөйле деген қысқа тақырыппен алдым. Бұл тіл клубының бағдарламасы. Қазақ тілі орыс сыныбында. Бұл бағдарлама 5-ші сынып оқушыларына арналған, өйткені 5-ші сынып оқушылары бастауыштан алып келген біліммен, базалық біліммен және сөйлеу еркін тілде сөйлеуге көшетін кезеңі нағыз осы 5-ші сынып кезеңі. 5-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс болып табылады. Ол оқушылардың қазақ тіліндегі қарым-қатынас дағдыларын дамытуға, тілдік ортада еркін сөйлеуге үйретуге және қазақ халқының бай мәдени мұрасымен таныстыруға бағытталған. Бағдарлама туралы айта кететін болсақ, бұл мемлекеттік тілді үйрену ең әуелі ниеттен деп алдым мен. Бұл тіл клубының бағдарламасы қазіргі білім беру жүйесінің өзекті қажеттіліктерін ескере отырып әзірленген. Жалпы 68 сағат қамтиды және аптасына 2. Курстың негізгі мақсаты мектеп оқушыларының қазақ тілінде табиғи ортада меңгеруіне жағдай жасау, олардың күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарда қазақ тілінде еркін қолдануға, қазақ тілін еркін қолдануға дағдыландыруға машықтандыру. Соңғы 2 жыл ішінде жүргізілген тәжірибеде бұл әдіс өзінің тиімділігін дәлелдеп отыр, оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын арттырды. Бағдарламаның жаңашылдығы бұл жоба мектеп ішінде алғаш рет болып отыр және жүзеге асырылып отырғандықтан ерекше мәнге ие. Жоба моделі нақты тәжірибелеріне, практикаларға, нәтижелерге негізделген. Осы жерде айта кететін жағдай бұл өздеріңіз білетіндей, бала өмірге келіп дүниеге келгенде жазуды білмей, оқуды білмей тұрса да сөйлеуді бастайды.
Бұл бағдарлама барысында да бұл сөйлеуге көп назар аударамыз. Сөйлеу арқылы тілін дамыту, сөйлеу арқылы күнделікті қарапайым сөздерді сөйлеу арқылы кедергілерді жеңуге бағытталған кайдзен әдісі пайдаланылады. Бұл оқу процесі қолданатын кайдзен әдісі тілді үйретуді үздіксіз, қызықты әрі және жеңіл үдеріске айналдырады. Өмірмен байланыс курс оқулықтағы құрғақ теориядан гөрі шынайы өмірлік жағдаяттарға басымдылық береді. Бұл тілдік қорды тез әрі тиімді қалыптастыруға көмектеседі. Біртұтас тәрбие тұжырымдамасы тұлғаның жан-жақты дамуын азаматтық жауапкершілік, мәдени әртүрлі құрметтілікпен қарауға және қоғам өміріне белсенді араласуына баулиды. Қарым-қатынас дағдыларын жетілдіруде, ойларын ашық білдіруге, тыңдау және түсіну қабілетін ақпаратты дұрыс қабылдауға, сөздік қор мен грамматиканы арттыру, жаңа сөздерді белсенді пайдалануға, мәдениетаралық құзырет дамытуда қазақ халқының дәстүрлері мен мәдениеттерін мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста төзімділік пен құрметті қалыптастыруға. Бұл жерде айта кететін тілді мәдениеттен және күнделікті өмірден бөлек алып қарастыруға болмайды. Өйткені тілді үйренген кезде біз сол елдің мәдениетінде өмір сүру қалпында бірге үйренеміз, соның барлығы бірге қамтылған. Келесі бағдарламаның міндеттері мәтінді түсіну және қабылдау. Бұл мәтінді көбіне практика жүзінде ақпаратты анықтау қабілеті, сөздік қорын кеңейту, шығармашылық және сыни ойлау, топтық жұмыс және әлеуметтік белсенділік. Тиімді әдістер ретінде жұмыстың түрлері көрсетілген. Сөздік жұмыс анықтамалар арқылы, тіл дамыту жұмыстары, мультимедиа, интерактивті әдістер, зерттеу, экскурсиялар. Бұл жерде бізде көбіне практикалық экскурсиялар жүргізілетін. Мысалы, өзіңе қажетті бізде сөйлеуде дамиды, қажеттілік туындағанда, өздеріңіз білетіндей, бұл жерде сол себептен біз сол аптекаға барып, дәріханаға барып, дәрі сатып алып, білетін сөздік қорымызды пайдалану арқылы автобусқа билет сатып алу және білім теңгесімен ақыл ақшасы деген бұл жеке өзіміздің брендіміз. Бұл сол балалардың алған біліміне сол клуб аясында, клубтың ішінде төленетін ішкі валюта түрінде пайдаланылды. Және бұл валютаға сол оқушылар өзінің қалаған затына алмастырып, өзін сатып алуға жағдай жасалды. Енді жоба әдісіне тоқталатын болсақ, бұл жерде бұл клубтағы 1-5, 6 сынып оқыған оқушылар қатысып, 6 сыныпта өздерінің деңгейін А1, А2, Б1 деңгейге дейін жеткізіп, сол өзінің деңгейінің қалай жеткен, қалай сол жетістікке жеткенін зерде дарын жұмыстары арқылы, ғылыми жұмыстары арқылы дәлелдеп көрсетіп, қалалық дарын байқауынан 2-ші орын алды. Рөлдік ойындар бұл үнемі клуб барысында жүргізіледі және оны экскурсия түрінде далаға шығып та сол клубтың ішінде де жүргізіледі. Мультимедиалық технологияларды пайдалану арқылы бұл жұмыстар жүргізіледі, зерттеу жұмыстары да жүргізіледі. Енді болашаққа бағдар, бұл жерде тіл клубы 2 жыл ішінде бағдарламасы 5-ші сынып оқушыларды оқытып бастап, және алдыларыңызда көріп тұрғандай, бұл үлкен сыныптың оқушылары өздерінен кейінгі 5-ші сынып оқушыларына көмектесе алатындай деңгейге жетті. Қоғамда да белсенділік танытып, міне өздеріңіз көріп отырғандай сайт кезеңдері бұл әр жыл сайын, жылдың аяғында тіл клубы бағдарламасына байланысты қандай деңгейге жетті, соның қорытындысын шығарып, тіл клубы көшбасшысы атты сайыс өткізіп, жеңімпаздарын да анықтап тұрдық. Бұл жерде түрлі оқу, көркем сөз оқу, абай оқулары, мағжан оқулары деген сайыстарға қатысып, орыс сыныбының оқушылары жоғарғы деңгейде орын алып, диплом, грамоталарға ие болды. Мейірімділік марафондарына қатыстық. Ол Рамазан айындағы жаңағы құрма мен су тарату
жаңағы одан басқа да жаңағы су тасқыны кезіндегі жаңа іс-шаралар. Бұл жерде оқушылардың сөйлеу тілі тек қана бір деңгейде күнделікті қарым-қатынас тілі ғана емес, сонымен қоса мәдени жағынан өмір салты, салт дәстүр барлығы қоса бірге ұштасқан сондай бағдарлама. Бұл біздің сол клубтың жетістіктері. Үздік клуб атанып, дарын, зерде, олимпиада, сол клубқа қатысқан 20 оқушының 16-сы қазақ тілінің А1, А2 деңгейі, Б1 деңгейінің бастапқы мөлшерінде қазақ сөйлеп шықты. Бұл әдебиеттер тізімі және қазақша сөйлеп үйрену оңай, бастасаңыз болған деп аяқтағым келеді сөзімді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақ жоқ секілді. Жадыра Болатбековна, сізге де үлкен рахмет. Ары қарай шығармашылық сізге табыс тілейміз. Енді келесі, бізде келесі спикер, педагог зерттеуші номер 139 мектеп гимназияның биология пән мұғалімі Мадиева Гүлмира Әміртаевна. Авторлы бағдарламаның тақырыбы дұрыс тамақтанудың денсаулық сақтаудағы рөлі. Қосылып тұр ғой. Иә, барлығы қосылып тұр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен 130 мектеп гимназияның биология пәні мұғалімі Мадиева Гүлмира Әміртаевна. Менің бағдарламамның тақырыбы дұрыс тамақтанудың денсаулықты сақтаудағы рөлі. Енді бұл тақырыпты не үшін таңдадыңыз десеңіздер, жалпы қазіргі таңда дұрыс тамақтану ағзаның өсіп жетілуіне, иммундық жүйенің нығаюына және адамның еңбек қабілетінің жоғары болуына тікелей әсер етеді. Енді әлемдік денсаулық сақтау ұйымы мәліметі бойынша созылмалы аурулардың 60% тамақтану мәдениетінің бұзылуымен байланысты. Сол себепті қазіргі таңда жасөспірімдерде осы проблеманы анықтап жатырмыз. Сол себепті осы тақырыпты таңдадым. Енді неліктен дұрыс тамақтану өте маңызды? Қазіргі жастар тек дұрыс тамақтану емес, сонымен қатар фастфуд пен газдалған сусындарды өте жиі тұтынады. Ол неге әкеліп соғады? Бұндай тағамдар ағзаға зиянды майлар мен қантты көп мөлшерде қамтиды. Бұл семіздікке, диабетке және асқазан ішек ауруларына әкелуі мүмкін. Және де осындай ауруларды біз қазіргі таңда жасөспірімдерде өте жиі біз көріп жүрміз. Сондықтан бұл бағдарламаның мақсаты пайдалы тамақтану әдетін қалыптастыруды көздейді. Мынау нені алып тастаса бола ма? Мынау маған кедергі жасап отырды, келесіге бұрауды. Енді бүгінгі бағдарламамның мақсаты дұрыс тамақтануға баулу, салауатты өмір салтын қалыптастыру және курстың міндеттері тамақтану туралы ғылыми түсінік қалыптастырамыз, гигиеналық дағдыларды дамытады және химия және биология білімін іс жүзінде қолдана алады. Бұл бағдарламаның өзектілігі, неліктен бұл курс қажет деп айтатын болсаңыздар, қазіргі таңда дұрыс тамақтану мәдениетін төмендеп бара жатқанын байқаймыз. Денсаулық адамның басты байлығы, тамақтану дұрыс болмаса, ешбір спорт немесе демалыс ағзаның тепе-теңдігін қалпына келтіре алмайды. Курс арқылы оқушылар күнделікті тамақтанудың физиологиялық негіздерін түсіне алады. Енді бағдарламаның нормативті бөліміне келетін болсақ, бірнеше бөлімдерден тұрады. Соның ішінде адам денсаулығы және дұрыс тамақтану негіздері болып саналады. Адам ағзасы жасушалардан тұрады, ал олардың жаңарып дамуы тағам арқылы жүреді. Дұрыс тамақтану ағзаның сау әрі дұрыс қызмет етуіне негізгі кепілі болып саналады. Яғни бүгінгі бағдарламада тек қана тамақтануды емес, және де тамақтану рационында қарастыруға болады. Тамақтану ғылымы
тамақтанудың даму және ұлттық тағамдар бөлімінен тұрады. Бұл тақырыпта біз не қарастырамыз? Адамның денсаулығы мен оның өмір сапасын жақсартатын ғылым туралы айтылады. Мысалы, қазақ халқы ет, сүт өнімдерін тиімді үйлестіріп, табиғи тағамдар арқылы денсаулығын сақтаған. Бұл жерде зертханалық жұмыс қарастырылады. Яғни бұнда пайдалы және зиянды әдеттердің кестесін құрастырамыз. Бұл оқушыларға ойлануға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Өзектілігі, неліктен бұл курс? Қазіргі таңда дұрыс тамақтану мәдениеті төмендеп, қайталанып кеткен сияқты ғой. Физиологиялық негіздері, ас қорыту және энергия бөлімі. Бұл бөлімде адам ағзасы энергияны тамақтана алады. Үйлесімсіз рацион ағзаның әлсіреуіне және жүйке жүйесінің бұзылуына әкеледі. Мысалы, көмірсуді азайтып, ақуызды көбейту бұлшық етті сақтайды, бірақ энергия жетіспеуі мүмкін. Бұл жердегі зертханалық жұмыста үйлесімді рационын құрастыруға үйренеміз. Келесі, тағамдық заттардың құрамы. Тағамның бұл жерде химиялық құрам мен витаминдерді қарастырамыз. Бұл жерде витаминдер бәрімізге оны білеміз. Витаминдер жетіспесе иммунитет төмендейтіні, минералды заттар, соның ішінде кальций, темір, магний жетіспесе сүйек пен қан айналымы бұзылады. Артық жаңа қант пен май семіздік пен жүрек ауруының басты себебі болып табылады. Бұл жерде қарастырылатын зертханалық жұмыс, жеміс-жидектегі витаминдерді анықтаймыз және де тағамның калориясын есептеуге үйренеміз, немесе балалар 9 сыныптан да оны есептей алады. Тиімді тамақтану бөлімінде жас ерекшелігі мен климатқа сай тамақтану. Бұл жерде қарастырылатын бұл не деп ойласаңыздар, мысалға, солтүстік аймақ пен тұрғындары жоғары калориялы тағамға қажет етеді, ал оңтүстікте жеңіл тағам түрлерін қажетсінеді. Физиология ерекшеліктері мен белсенділікке қарай рационын құру салауатты өмірдің негізі. Бұл жерде зертханалық жұмыста кешенді мәзірді зерттей аламыз. Ары қарай келесі бөлім тамақтану гигиенасы. Бұл жерде тамақ сапасы және улану қауіпсіздігін туралы айтылады. Бұл жерде тамақ дұрыс сақталмаса, бактериялар мен токсиндер пайда болады. Мысалы, ет немесе сүт өнімдерін тоңазытқышсыз ұзақ сақтау улануға әкелуі мүмкін. Мұндағы зертханалық жұмыс тамақтан улану кезіндегі алғашқы көмекті көрсетуді балалар үйренеді. Нормативтің ең соңғы бөлімінде бұл жерде дұрыс тамақтану денсаулық пен саулықтың кепілі, яғни дұрыс тамақтану адамның сыртқы келбетіне де әсер етеді. Тері, шаш, тырнақ және бұларды жақсартуға себеп болады. Бұл тек физиологиялық немесе психологиялық жағдайда негізі болатын балалар түсінеді. Енді қорытындылай келе, дұрыс тамақтану ұзақ өмірдің кепілі, әрбір адам өз рационына жауапты болуы тиіс, денсаулықты сақтау өзіне де құрмет көрсету болып саналады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша дұрыс тамақтанатын адамдардың өмір ұзақтығы орта есеппен 10 жылға жоғары болады екен. Бұл бағдарлама денсаулық мәдениетін қалыптастырудың алғашқы қадамы болып саналады. Тыңдағандарыңызға, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге рахмет үлкен. Өте жақсы презентация болды деп ойлаймын. Енді келесі сөзді құрметті әріптестер, педагог зерттеуші, номер 15 гимназияның орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі Исламжанова Галиябану Балабековнаға беріледі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы «Использование современных технологий для изучения русской литературы для 9 классов». Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, барлығымызға сәттілік тілеймін. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем нам удачи в нашей сегодняшней конференции. Я хочу представить вам методические рекомендации по работе использования современных технологий для изучения русской литературы в 9 классе. Современная проблема образования – это отношение школьников к литературе. Нам, учителям русского языка и литературы, очень важно научить обучающих читать, привить им любовь к чтению, добиться от них прочтения целиком художественного произведения. При этом решить... Прошу прощения. От них прочтения целиком художественного произведения. При этом решить проблему... Прошу прощения.
решить проблему нравственного воспитания подростков, воспитания массового читателя, решить комплекс учебно-нравственных проблем, которые ставятся на уроках. Открыть ученику прекрасный мир литературы, чтобы при прочтении художественной литературы читатель, а это наш с вами ученик, узнал, раскрыл, понимал, постиг мир литературы, мир художественной реальности, увидел становление личности главного героя, как духовно-нравственно совершенствуется герой. Ученик, любящий читать, ищущий и находящий, стремящийся любящий читать, ищущий и находящий, стремящийся постигнуть замысел автора, имеющий навыки творческого мышления, это личность, которая в будущем будет успешной и счастливой. Задача школы – воспитать творческую личность, имеющую пытливый гибкий ум, умеющую рассуждать, анализировать, систематизировать полученную информацию, применять ее в реальной жизни. Данные мои рекомендации, использование современных технологий для изучения русской литературы, будут актуальны всегда, так как в ней рассматриваются современные технологии, которые применяются на уроках литературы. Это методы и приемы, применяемые на уроках, способствуют изучению художественных произведений, расширяющих мировоззрение школьников, воспитывает потребность в систематическом чтении как необходимой части непрерывного духовного нравственного становления личности. Современное время требует применения современных новых подходов к процессу преподавания, как к процессу усвоения знаний. Мы путем применения современных технологий обучения повышаем качество знаний наших учеников. Цель моих методических рекомендаций – это показать практическое применение на уроках литературы современных технологий, активизирующие познавательный интерес у обучающихся в 9 классе. Создать условия для формирования ключевых и предметных компетенций учащихся через совершенствование методов, форм обучения литературе, через сочетание урочной и внеурочной деятельности. Учитель русского языка и литературы использует как традиционные, так и нетрадиционные формы, методы обучения. Проектные технологии, такие как создание буктрейлеров, инсценировок, литературных ментальных карт, подкастов. Все они способствуют углубленному изучению отдельных тем и произведений в курсе литературы. Современные технологии, помогают и позволяют обучающимся активно взаимодействовать с материалом, развивать творческие навыки и способствует пониманию литературного произведения. Какие же современные технологии обычно применяются на уроках литературы? Это буктрейлеры, короткие видеоролики, которые рекламируют книгу, могут помочь учащимся визуализировать сюжет, персонажа и атмосферу произведения. Все это способствует глубокому пониманию текста и вызывает интерес к чтению. Инсценировки – это постановка отрывков из произведений или целых спектаклей, позволяет учащимся осмыслить характеры героев, прожить их в роли, их мотивы и взаимоотношения, а также глубже прочувствовать язык и стиль автора. Что сейчас очень актуально – это литературные ментальные карты. Визуальные представления ключевых мест действий, событий, персонажей в произведении помогают учащимся лучше ориентироваться в сюжете и понимать взаимосвязи между различными элементами произведений. Подкасты – это аудиоформат, позволяет обучающимся по-новому взглянуть на литературные произведения, например, прослушать анализ произведения, интервью с автором или инсценировку отрывка. Это способствует развитию критического мышления и расширению кругозора. Активный метод, который давно используется учителями и применяется на уроках литературы, это игровые технологии. Театрализованные спектакли, инсценировки, постановки, деловые в виде КВНов, квестов, викторин, сканвордов, ролевые, компьютерные. Проекты деятельность ученика на уроке – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют ученикам приобрести знания и умения в процессе планирования и выполнения поставленных задач, практических заданий, проектов. Метод проектов учит обучающихся самостоятельности, они научатся коммуницировать друг с другом, выполнять специально организованные учителем работы. Метод проектов имеет практическую значимость
опыт, полученный на уроке, может быть использован на практике. Хочу порекомендовать 4 вида проектной деятельности, наиболее эффективно используемые для углубленного изучения литературы в 9 классе. Это буктрейлеры, инсценировки, ментальные литературные карты и подкасты. Для чего же используются буктрейлеры? То есть цели использования буктрейлера – это развитие навыков работы с визуальной информацией, монтажа, создания сценария, умение выделить главную идею произведения, формирование навыков краткой, но емкой информации к презентации, стимулирование творческого мышления, и образного восприятия литературного текста и чтению. Ментальное или литературное маршрутов героев, мест, связанных с жизнью автора или историческими событиями, описанными в каком-либо произведении. Она может быть выполнена как традиционным, в виде плаката, да, так и в цифровом формате. Интерактивная карта. Ментальная карта – это метод визуализации информации, который представляет собой географическое отображение взаимосвязанных понятий и идей, сгруппированных вокруг центральной темы. Использованием ментальных карт можно эффективно структурировать, запомнить и анализировать информацию, а также генерировать новые идеи. Современные проектные технологии преподавания литературы являются необходимым условием для формирования целостной, развитой личности, личности, способной к самостоятельной мыслительной деятельности, личности творческой, активной, самодостаточной. В моих рекомендациях я продемонстрировала такие формы работы, как создание буктрейлеров, инсценировок, ментальных и литературных карт, которые позволяют значительно углубить изучение литературных произведений, делая этот процесс увлекательным, личностно значимым и продуктивным. И в своих методических рекомендациях я предложила свои краткосрочные планы, где я использовала данные технологии, которые больше всего применяю на своих уроках и рекомендую это для проведения уроков литературы для учителей русского языка и литературы. У меня все. Спасибо. Вам спасибо. Очень хороший доклад, содержательный, объемный, я бы сказал. Огромное спасибо. Так, теперь, уважаемые коллеги, идем дальше. Келесі педагог сарапшы номер 103 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Балшанова Жанар Қанатбаевнаға сөз беріледі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы көркем жазу құпиялары 2-ші сыныпқа арналған. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Рахмет. Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Балшанова Жанар Қанатбаевна, Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмірі 103 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі тақырыбым менің көркем жазудың құпиялары деп аталады, 2-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Көркем жазу оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудың маңызды құралы. Жазу арқылы адам өз ойын, көзқарасын білдіреді. Қазіргі білім беру жүйесінде жазу сауаттылығымен қатар жазбаша ойды көркем тілмен жеткізе білу де басты талаптардың бірі болып отыр. Әсіресе оқушылардың тілдік қорын байыту, шығармашылықпен жұмыс жасау дағдыларын дамыту заманауи мектепте алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Көркем жазудың өзектілігі баланың ой өрісін кеңейту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, тілдік сезімін дамытуда жатыр. Зерттеулерге сүйенетін болсақ, көркем жазуға жүйелі түрде көңіл бөлген сыныптарда оқушылардың жазу сауаттылығы мен пәнге деген қызығушылығы жоғары болады. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру, сауатты әрі әдемі жазуға үйрету арқылы жазу мәдениетін қалыптастыру, жазу арқылы ұқыптылыққа, шыдамдылыққа және де зейін қоюға тәрбиелеу болып табылады. Ал енді курстың негізгі бағыттары
Ол оқу дағдыларына келсек, әріптерді, сөздерді, сөйлемдерді дұрыс оқу. Жазу техникасында әріптерді дұрыс жазуға, тазалық пен ұқыптылықты сақтауға негізделеді. Талдау қабілеті жазғанды бала өте түсіне білу керек. Сондықтан жаңағындай көркем жазуға төселуге үйретуіміз керек. Талдау критерийлері: әріп жазу дұрыстығы. Әріптердің басында біз бірінші сыныптан бастап, бастауыш сынып болғандықтан, әріптерді бірінші сыныптан үйреткендіктен, әріп элементтерін де үйретеміз. Яғни әріптердің пішіні мен өлшемінің стандартқа сәйкестігі, оның жазу тазалығы және де сандылықты сақтауымыз керек. Ол үш сандылық болып табылады: биіктік, арақашықтық және көлбеу жазуға үйретеміз. Ол үшін дәптерді де дұрыс қоя білуіміз керек. Сабақ сайын айтып отырып, баланы дұрыс жазуға төселдіреміз. Орфографиялық дағдылары: сөздерді дұрыс жазуға және де оның дұрыс жазғанда да диктант, сондай тапсырмаларды жазған кезде ережелерді сақтау арқылы, ережелерді жаттау арқылы бала қатесіз жазуға үйренеді. Дәптерімізді таза ұстауға бағытталады. Оқушы, яғни ең бірінші дәптері қойғаннан бұрын оқушы қаламды және де дұрыс ұстау керек. Яғни кейбір балалар көріп отырғандарыңыздай қаламды әртүрлі қылып ұстайды. Яғни қаламды ұстау үшін үш саусақпен ұстауымыз керек. Мына жерде көріп отырсыздар, кәдімгідей 4 саусақпен барлық қолмен ұстап алған. Бұл деген баланың жазуын қалыптастыруға өте қиындық тудырады және де баланың қолы талып кетеді. Ал енді оқушы қаламды қалай дұрыс ұстау керек екеніне байланысты бізде тағы да әдіс тәсілдер бар. Олар: егер оқушы қаламды дұрыс ұстауға дағдыланбаған болса, саусақтардың дұрыс орынға қоюға арналған бірнеше әдісі бар. Соның бірнешеуін айтып өтсек, яғни қолымызға жұмсақ қағаз алып, жұмсақ қағаз әдісі: қағазды саусақтың 4-ші және 5-ші саусақпен ұстап отырып, қалған 3 саусақпен қаламды ұстауға үйретуімізге болады. Ал екінші әдіс қалам ұстағыш деп аталады. Қазіргі заманда, яғни жануарлар, құстар, балықтар түрінде қаламға қыстырып қоятын құралдар, саусақтарға арналған құралдарда саусақтарға арналған орындар бар. Яғни көмек ретінде қаламды дұрыс ұстау үйренгенше осы қалам ұстағыш құралын қолдануға да болады. Және де тағы да бір әдіс көмекші рәзеңке деп аталады. Қаламның үстіне рәзеңке таспаны салып, ілмекті орап, қолға тағып алады. Сол кезде рәзеңке қаламды дұрыс күйде ұстап тұрады. Яғни бұның барлығы сонда қаламды дұрыс ұстауға бағытталған әдістер екен. Яғни қаламды біз 3 саусақпен ғана ұстаймыз. Соны әрдайымда сабақ барысында айтып отырамыз. Сөйтіп баланы төселдіруге болады. Енді көркем жазудың тиімділігі ол артықшылығы және кемшіліктерінен тұрады екен. Артықшылықтары: оқушы белсенділігін артады, тіл байлығы мен сөздік қоры дамиды. Жазған сайын ол жай жазып отырмайды, берілген тапсырманы оқып отырып жазады. Сондықтан оқушының тіл байлығы да және сөздік қоры дамиды. Жазуға деген қызығушылығы артады. Бірақ бұл жерде кемшіліктері болады. Яғни баланың шыдамдылығына байланысты және де ұзақ уақыт жұмсау керек және де жекелей бағытта жұмыс істеу қажеттілігін болып табылады. Сонда да оқушыны яғни жазуға төселдіру үшін мұғалім күнделікті жұмыс жасау арқылы әр баланың өзінің ерекшелігіне байланысты осындай тапсырмаларды орындатып отырады. Енді көркем жазуға байланысты қорыта келетін болсақ, көркем жазу балаларды сауатты, таза, ұқыпты жазу дағдысын қалыптастырып қана қоймай, шығармашылық қабілетін де дамытады. Көркем жазу бұл шексіз ізденісті, талмай еңбекті және де үздіксіз дамуды қажет ететін өнер. Ал енді балаларға дұрыс жазбағанның өзінде де оның жаңағы көңіл күйін түсірмей, әрдайымда көркем жазу үшін балаларға: сен білімді оқушысың, білімді оқушының жазуы да жаман болуы мүмкін емес деп айтып отырып, баланың көңіл күйін көтеріп, алдыға деген мотивация беріп, күнделікті жұмыс жасау арқылы сондай нәтижелерге жеткізуге болады. Назарларыңызға рахмет.
Сізге рахмет. Сразу же слово. Следующее слово дается учителю, педагог зерттеуші, дене шынықтыру пәні мұғалімі Алдабергенова Улжан Абдукаримовнаға беріледі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары 8 сыныптарға арналған жұмыс. Демонстрацияңызды көріп тұрмыз. Сәлеметсіздер, әріптестер. Мен Алдабергенова Улжан Абдукаримовна, педагог зерттеуші, нөмір 130 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Еңбек өтілім 38 жыл. Менің жаңа алған бағдарламамның тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары 8 сынып оқушыларына арналған. Бұл бағдарламаны 8 сынып оқушыларына арналған қазақтың ұлттық ойындарын таныстыруға бағытталған. Ол ойындардың тарихы мен маңызын ашып, оқушылардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыруды көздейді бұл бағдарлама. Дене шынықтыру сабақтарында қолданатын әдістемелік ұсыныстар да қамтылған. Қазақ халқының ұлттық ойындары бұл тек ермек қана емес, сонымен қатар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мәдени мұра, тәрбие құралы және өмір салтының бір бөлігі. Олар балаларды ептілікке, шапшаңдыққа, күштілікке, батылдыққа, сондай-ақ ақыл ойды дамытуға үйретеді. Ұлттық ойындар арқылы балалар табиғатпен етене байланыста болады, командада жұмыс істеуді үйренеді. Бұл ойындардың әрқайсының өзіндік ерекшелігі, терең философиясы және тарихы бар. Бұл ойындардың басты мақсаты тек жеңіске жету ғана емес, сонымен қатар ойын барысындағы әділеттілік, достық, өзара құрмет және адамгершілік қасиеттерін дамытады. Қазақтың ұлттық ойындары өткенімізбен байланыстыратын бұл алтын көпір болып саналады. Олар арқылы біз бабаларымыздың дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын, табиғатпен үйлесімді өмір сүру принциптерін танимыз. Енді бағдарламамның міндеттерін айтатын болсам, біріншіден бұл ұлттық ойындар арқылы оқушылар тәрбиелеудің ғылыми педагогикалық негізін анықтау. Екіншіден, сабақ мақсатында байланысты ұлттық ойындарды таңдап алу, үйрету жолдарын көрсету. Үшінші, мектептегі дене шынықтыру сабағында ұлттық ойын түрлерін қолданудың педагогикалық және әдістемелік жолдарын анықтау. Төртіншіден, ұлттық ойын түрлерін басқа дене шынықтыру жаттығуларымен ұштастыра қолдана білу, солың жолдарын үйрету керек. Бесінші, ұлттық ойындар арқылы балаларға қоршаған ортаны таныту, ұлттық салт дәстүрлерді білуді іске асыруға болатындығын анықтап отыру керек. Қазақтың ұлттық ойындары курсы бағдарламасының мақсаты жас ұрпақты ұлттық ойындарды үйрету арқылы тәрбиелеу және денесін шынықтыру, дәстүрлі ұлттық ойындарға қимыл қозғалыс әрекетінің бала өсуіндегі біртұтас сабақтастық жолын теориялық әдістемелік тұрғысынан зерттеу, білім алушылардың дене пішімін кеңейтуге, қозғалыс дағдыларын дамытуға, дайындауға бағытталған. Оқушының жағдайларын шешуге әрекет ету әдістерін, тәсілдерін, білігін, бұрын меңгерген білім дағдыларын қолдануға үйрету. Бағдарлама оқу бағдарламасы негізінде дене қозғалысын әрі ойлау еркіндігін ширату. Қазақтың танымал ұлттық ойындарына келетін болсақ, біздің өзіміздің қазақ халқының сан ғасырлық тарихта көптеген ұлттық ойындар қалыптасқан. Олардың әрқайсының өзіндік ерекшеліктері мен мағынасы бар. Бұл ойындар жастарды дене және рухани жағынан шынықтырып қана қоймайды, оларды танымдық қабілеттерін де арттырады. Біздің ұлттық ойындарымызға асық ату, тоғызқұмалақ, қыз қуу, арқан тарту, ақсүйек, осындай әртүрлі ойындарымыз бар. Асық ату ептілік пен мергендікті талап ететін ойын. Балалардың саусақтарының ептілігін, көз мөлшерін, зейінділігін арттырады. Ал тоғызқұмалақ қазақтың интеллектуалды ойыны, математикалық қабілетті, логикалық ойлауды дамытады. Дала шахматы деп те аталады. Ал қыз қуу бұл ат үстінде ойнайтын қызықты ойын, жігіттің батылдығын, атқа міну шеберлігін, ал қыздардың шапшаңдығын көрсетеді. Арқан тарту кезінде күштілік пен командалық рухты нығайтатын ойын, қатысушылардың дене бітімін шынықтырады. Ақсүйек ойын кешкілік ойын ол. Бұл далада кешке жақын ойнауға болады. Кешкілік ой балалардың сүйікті ойыны болып табылады. Шапшаң мен көздің қырандылығын дамытады.
Дене шынықтыру сабағында бұны қолдануымыз керек. Асық ату ойын кезінде мақсатымыз қолдың дәлдігін, көз мөлшерін, ұсақ моториканы дамытады. Сабақта арнайы белгіленген орында асық ату жарысын ұйымдастыру, ұпай жүйесін енгізіп, жеңімпаздарды марапаттау, ойынды шағын топтарға бөліп ойнатады. Ал арқан тарту кезінде бұның мақсаты бұлшық ет күшін, шыдамдылықты, командалық рухты нығайтады. Екі командаға бөліп арқан тарту сайысын өткізу, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертіп айтып отыру керек. Ойын алдында жақсылап қыздырынып жаттығуларды ойын алдында жақсылап қыздырынып аламыз, содан кейін осы ойынды ойнатамыз. Ал ақсүйектің мақсаты жүгіру, жылдамдығын, шапшаңдықты, бағытты бағдарлау қабілетін дамытады. Сабақта ашық алаңда немесе спорт залда сүйек тастап, оны табуға арналған жарыс өткізу. Балаларды екі командаға бөліп, біреуі жасырып, екіншісі табуы керек. Оқушыларды тәрбиелеудегі ұлттық ойындардың өте орасан зор маңызы бар. Ұлттық ойындардың біріншіден дене дамуына маңызы бар, әлеуметтік дағдыларды дамытады, ақыл ой қабілеттерді және ұлттық құндылықтар бар. Дене дамуында ойындар ептілік, шапшаңдық пен күш шыдамдылықты арттырып, оқушылардың денсаулығын нығайтады. Ал ақыл ой қабілеттерді логикалық ойлау, зейінділік және стратегиялық жоспарлау дағдылары дамып, интеллектуалды деңгейлері өседі. Әлеуметтік дағдылар кезінде командалық рух, ынтымақ, достық және өзара құрмет сияқты қасиеттерді бойларына сіңіреді. Ұлттық құндылықтарын алатын болсақ, оқушылар ата-бабаларымыз салт дәстүрлерін танып, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімін арттырады. Әдістемелік ұсыныстарым: бірінші, алдын ала дайындық. Бұл мұғалім ойын ережелерін, қажетті құрал жабдықтарын алдын ала дайындап, ойынның өту барысын жоспарлау керек. Ойынға қажетті сөздер мен текстерді таңдап алу керек. Екінші, көрнекілікпен түсіндіру. Ойынды үйретер алдында, көрсетер алдында бірінші көрнекіліктерді көрсетіп, ойынның барысын бәрін түсіндіресің. Ойынның бастамас бұрын оның ережелерін қазақ тілінде анық түсіндіріп, қажет болса көрнекі түрде көрсету, сұрақтарға жауап беріп, түсініксіз тұстарын нақтылап айтып отыру керек. Ал қорытынды және кері байланыс айтатын болсақ, ойын соңында қорытынды жасап, жеңімпаздарды марапаттаймыз. Оқушылардан ойын туралы әсерлерін, не үйренгендерін қазақ тілінде айтып беруін сұрау керек. Бұл олардың тілдік дағдыларын жетілдіреді. Ал белсенді қатысқан балалардың барлығын ойынға белсенді қатыстыруға тырыстыру керек. Әр оқушының өз рөлін түсініп, оны орындауына көмектесу керек. Топтық жұмысын ынталандыру керек. Ойынның оқушыларға үлкен әсері, оқушыларға әртүрлі әсерлер береді. Бұл біріншіден де ең бірінші өз-өзіне сенімділік пайда болады оқушыларда. Екінші, әлеуметтік дағдылар дамиды, коммуникациялық, командалық жұмыс дамиды. Үшінші, ұлттық бірегейлік, мәдени мұраны түсіну, мақтаныш сезімі пайда болады. Төртіншіден, физикалық даму, күш, ептілік, шапшаңдық, үйлесімділік пайда болады. Қорыта келгенде, болашаққа бағдар қазақтың ұлттық ойындарын оқу процесіне енгізу. Бұл білім беру жүйесін байытудың және жас ұрпақтың жан-жақты дамуына ықпал етудің тиімді жолы. Олар арқылы оқушылар тек физикалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар рухани және интеллектуалды тұрғыдан да өседі. Ұлттық ойындардың маңызын түсіндіру және оларды ойнату арқылы біз балалардың бойында ұлттық рухты, патриотизмді оятамыз. Бұл ойындарды тек сабақтарда ғана емес, сонымен мектеп ішіндегі іс-шараларда, мекемелерде, спорттық жарыстарда да қолдануға болады. Осылайша ұлттық ойындарды ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, өз мәнін жоғалтпай, жаңа заманға сай дами береді. Ұлттық ойындарды насихаттау қазақ халқының мәдени мұрасын сақтауға қосқан баға жетпес үлес болып табылады. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Өте қызықты ойындар, өте қызықты топтық жұмыс. Енді ары қарай айтатын болсақ, жаңа бізде 90-шы лицейдің мұғалімде интернет ақаулықтары болғаны үшін
шығып кеткен болатын, енді қайтадан кірді. Қазіргі уақытта сөз кезегін қайтадан педагог зерттеуші, бастауыш сынып мұғалімі, номер 90 мамандырылған мектеп лицейінің мұғалімі Кишкілдікова Айгүл Сайлауовнаға береміз. Авторлық бағдарламаның тақырыбы «Математика для жизни. Практикоориентированное задание во 2 классе». Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Зовут меня Айгуль Сайлауовна. Я являюсь учителем начальных классов школы-лицея 90. Представляю вашему вниманию авторскую программу элективного курса «Математика для жизни. Практикоориентированное задание во 2 классе», рассчитанная на 34 часа, ориентированная на учащихся 2 степени начального образования. Современное образование ставит перед собой нами важную задачу – научить детей применять знания в реальной жизни. Особенно это касается математики, которая зачастую воспринимается младшими школьниками как набор абстрактных упражнений. Между тем, именно математика лежит в основе огромного количества процессов, с которыми ребенок сталкивается ежедневно. От подсчета времени до планирования бюджета, от распределения ресурсов до оценки места в пространстве. Именно потому возникла необходимость создания программы, которая делает математические знания действительно жизненными. Программа «Математика для жизни» разработана с учетом возрастных особенностей второклассников и направлена на формирование практических умений, логического критического мышления, а также умения работать в реальных ситуациях. Ее ключевая цель – научить детей применять математические знания не только на уроке, но и за пределами школы в привычных бытовых социальных задачах. Эта презентация посвящена тому, как сделать изучение математики во 2 классе не просто набором правил формул, а увлекательным путешествием в мир реальных задач и открытий. Мы рассмотрим, как практикоориентированные задания помогают детям понять значимость математики в повседневной жизни и развивать необходимые навыки для успешного будущего. Немножко замедлим. Почему математика важна в жизни ребенка? Да, первое, больше, чем цифры. Математика – это не просто умение оперировать цифрами, это ключ к развитию критического мышления и способности решать повседневные задачи, от планирования бюджета до понимания времени и расстояний. Эти навыки являются фундаментом для самостоятельной успешной жизни. Развитие мышления, решение математических задач тренирует логику, развивает внимание и учит детей самостоятельному мышлению. Каждый раз, когда ребенок ищет решение, он строит новые нейронные связи, укрепляет свои когнитивные способности. Связь с реальностью. Практические задания помогают установить прочную связь между учебным материалом и реальным миром. Дети начинают понимать, что математика – это не абстрактный предмет, а мощный инструмент, который можно использовать для решения конкретных ситуаций, с которыми они сталкиваются каждый день. Основные темы 2 класса жизненного уклона. Во 2 классе закладываются основы, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Мы рассмотрим эти темы как темы, это можно преподавать с максимальной пользой и привязкой к реальным ситуациям. Первое. Сложение вычитания до 100. Учимся складывать, вычитать числа в пределах 100, особенно с переходом через десяток. Это фундаментальный навык, который пригодится при покупках, подсчете денег и многих других бытовых ситуаций. Второе. Длина, время и меры. Изучаем понятие длины, сантиметры, дециметры, метры, времени, минуты, часы и других мер. Эти знания необходимы для ориентации в пространстве и времени, планирования своего дня и понимания окружающего мира. Третье. Решение текстовых задач. Развиваем умение решать текстовые задачи, которые моделируют реальные ситуации. Это не только тренирует счет, но учит анализировать информацию, выделять главное и строить логические цепочки. Четвертое. Ведение умножения и деления. Знакомимся с умножением и делением через повторяющиеся действия. Например, сколько конфет получит каждый, если 10 конфет разделить между 5 друзьями. Это закладывает основу для более сложных математических концепций. Актуальность курса обусловлена тем, что федеральные международные исследования качества образования поддерживают важность функциональной математической грамотности. Молодой школьный возраст является благоприятным периодом для формирования этих навыков, поскольку именно в этот момент дети начинают осознавать взаимосвязь между учебной деятельностью и реальной жизнью.
Поэтому ведение практикоориентированных заданий во втором классе позволяют значительно повысить интерес к математике и укрепить базовые навыки применения знаний. Пример задачи из жизни газеты и журнала. Представьте, что вы продавец в киоске. Утром, когда вы открыли киоск, у вас было 48 газет и 25 журналов. В течение дня покупатели активно приобретали свежую прессу и к вечеру посчитали, что всего было продано 60 экземпляров. Ваша задача выяснить, сколько газет, журналов осталось в киоске к концу дня. Исходные данные: 48 газет плюс 25 журналов равно 73 экземпляра всего. Продано 60 экземпляров. Решение: 73 минус 60 равно 13 экземпляров. Эта простая задача помогает ученикам второго класса не только применять сложение вычитания, но и развивает умение анализировать ситуацию, выделять необходимые данные и формулировать ответ. Они видят, как арифметика используется в реальной жизни для учета и планирования. Работа с величинами, перевод единиц измерения. Понимание перевода единиц измерения – это фундаментальный навык, который применяется во многих аспектах повседневной жизни, от ремонта дома до приготовления пищи. Мы учимся понимать, что 1 дециметр равен 10 сантиметрам. Это позволяет нам легко переводить меньшие единицы в большие и наоборот, что крайне важно для точных измерений. Практикуя в переводе, используя различные примеры. Это помогает закрепить понимание десятичной системы и формирует привычку к точности. Мы используем линейки, рулетки и реальные предметы в классе. Дети измеряют длину стола, высоту стула, размер книги. Это делает процесс обучения наглядным и увлекательным, показывая, как математика применяется в реальной жизни. Решение уравнения, проверка результата. Усвоение уравнения в раннем возрасте закладывается основу для алгебраического мышления. Это не просто вычисление, а развитие способности к анализу и проверке. Первое. Нахождение неизвестного. Пример типа x плюс 10 равно 35 или 74 минус y равно 50 учат детей находить неизвестные величины. Это похоже на разгадывание головоломки, что делает процесс обучения увлекательным. Второе. Проверка ответа. Важным этапом является проверка полученных ответов. Если x равна 25 равно, в первом примере, то 25 плюс 10 равно 35. Это учит детей ответственности за свои решения и развивает самоконтроль. Третье. Развитие аналитического мышления. Решение уравнения развивает аналитическое мышление, учит последовательности действий и повышает уверенность в своих вычислениях. Эти навыки пригодятся не только в математике, но и в решении жизненных проблем. Геометрия в жизни. Квадраты, прямоугольники, углы. Геометрия окружает нас повсюду в форме зданий, узоров на ткани, даже в расположении предметов на столе. Понимание ее основ помогает детям лучше ориентироваться в пространстве и видеть мир по-новому. Построение фигур. Учимся строить квадрат со стороной 4 см. Это задание развивает точность, мелкую моторику, пространственное мышление. После построения вычисляем периметр, закрепляя знания сложения. Виды углов. Определяем прямые, острые, тупые углы. Мы ищем их в классе. Угол стола прямой, раскрытая книга острый угол, открывая дверь тупой угол. Это делает абстрактные понятия конкретными, понятными. Геометрия вокруг нас. Визуальные и практические задания помогают детям замечать геометрические фигуры и углы в окружающем мире, развивая их наблюдательность и умение применять полученные знания. Умножение, деление. Введение умножения, деления через примеры делают эти новые вместо того, чтобы многократно складывать одно и то же число, например, 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7, мы учимся использовать умножение 4 умножить на 7. Это не только ускоряет вычисление, но и помогает понять концепцию группировки. Таблицу умножения осваиваем таблицу умножения на 2, 3, 4 и 5. Для этого используем наглядные примеры. Если у каждого из 3 друзей по 4 машинки, сколько машинок всего? 3 умножить на 4 равно 12. Если на каждой из 5 тарелок по 2 яблока, сколько всего яблок? 5 умножить на 2 равно 10.
Деление как распределение деления объясняется как справедливое распределение предметов поровну. Например, если у нас есть 15 конфет и 3 ребенка, сколько конфет получит каждый из них? Это помогает детям понять смысл деления, его применимость в повседневных ситуациях, когда нужно поделить что-то на равные части. Игровые творческие задания для мотивации. Обучение через игру – один из самых эффективных способов поддержать интерес и мотивацию второклассников. Когда математика превращается в приключение, каждый урок становится ожидаемым событием. Сказочные персоналы могут использовать математические диктанты, добавляем элементы игры в математические диктанты. Например, вместо того, чтобы просто записать числа, можно попросить детей нарисовать столько кружков, сколько получилось в ответе, или раскрасить квадраты в определенные цвета в зависимости от четности числа. Рисунки и схемы. Дети любят рисовать, предлагайте им создавать рисунки или схемы для решения задач. Это не только помогает визуализировать условия, но и развивает творческие способности и наглядно образное мышление. Оценка успехов. Использование смайликов или небольших стикеров для оценки работ помогает повысить интерес и создает позитивную атмосферу. Дети радуются своим успехам и стремятся к новым достижениям. Итог. Математика – ключ к пониманию мира. Практикоориентированные задания во втором классе – это не просто модный тренд, а осознанная необходимость. Они помогают превратить абстрактные математические понятия в живые понятные инструменты, которые дети могут использовать здесь и сейчас. Живая и понятная. Математика перестает быть скучной, когда ребенок видит ее применение в реальной жизни. От подсчета сдачи в магазине до измерения ингредиентов для пирога эти задачи делают обучение осмысленным. Развитие навыков. Такие задания развивают не только счетные навыки, но и критическое мышление, логику, внимание, способность решать проблемы. Эти компетенции необходимы не только в школе, но и в повседневной жизни и в будущей профессии. Вдохновение. Когда дети видят практическую ценность своих знаний, они учатся с большим интересом и уверенностью. Мы вдохновляем их исследовать, задавать вопросы и не бояться ошибок, потому что каждая ошибка – это шаг к новому открытию. Программа «Математика для жизни» – это шаг к формированию функционально грамотного ученика, который умеет применять знания, принимать решения и ориентироваться в окружающем мире. Именно такие навыки сегодня востребованы обществом, а значит, курс отвечает современным образовательным запросам и способствует повышению качества обучения. Давайте вместе сделаем математику для наших второклассников увлекательным и полезным приключением. Благодарю за внимание. Спасибо, Айгуль Сайловна, за вашу презентацию авторской программы. Пожалуйста, выключите демонстрацию экрана. Хорошо, отлично. Так, теперь сөзді келесі спикерге береміз. Педагог зерттеуші номер 15 гимназияның бастаушысын мұғалімі Алдабергенова Қарлығаш Ергалиевна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы әдебиетке алғашқы қадам 4-ші сыныптарға арналған жұмыс. 1 минут, қазір демонстрацияны өзім қосамын. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің бәрлеріңізге авторлық бағдарламаны қорғауға сәттілік тілеймін. Мені осы әдебиетке алғашқы қадам деп элективті курсты жазуыма, бағдарламаны пайдалануыма үлкен түрткі болған балалардың оқу сауаттылығы, бастауыш сыныптардың оқу сауаттылығы. Яғни олар мәтінді оқи алады, мәтінді оқиды, бірақ көп бала оның мазмұнын айтуға өте қиналады. Және мазмұн бойынша сұрақ қою, ол жағы жүзеге асып жатса, енді мәтіннің мазмұнына пікір білдіру болатын болса, олар өз пікірлерін, яғни кейіпкерлерге пікірлер білдіруге өте қиналады. Сондықтан мен осы курсты өзім жазуға осы мектептегі осы оқушылардың арасында қиындықтар түрткі болды деп айтқым келеді. Менің элективті курсымның мақсаты оқушылардың көркем әдебиетті сүйе білуге, оқырман мәдениетін дамытуға, шығарманы талдаудың басты дағдыларын қалыптастыру. Ал курсымның өзектілігі бастауыш сынып оқушыларына әдебиет әлемін таныстыру, олардың сөздік қорын байытып,
көркем шығармаға қызығушылығын арттыру. 4 сынып баланың оқырман ретінде қалыптаса бастайтын кезеңі. Элективті курс балаларды ертегі, өлең, әңгіме жанрларымен таныстырып, көркем мәтінді түсінуге, кейіпкерді талдауға, шығармашылық жұмыс орындауға үйретеді. Енді бұл курстың міндеттері, міндеттері ол жаңа қазақ әдебиетімен балалар жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Сол балалар шығармаларымен таныстыра отырып, сол жердегі кейіпкерлердің кім екенін, ол жағымды кейіпкер ме, жағымсыз кейіпкер ме талдай отырып, сол кейіпкердің жақсы жағын, жаман жағы болса өздері соны қалай түзету керек еді, жақсы жағы болса өздеріне осыны алар ма едің, немесе сен сол баланың орнында болсаң не істер едің деген сияқты сұрақтар арқылы жан-жақты сол мәтінді талдауды үйретудемін қазір. Енді әдеби жанрларды соның ішінде менің пайдаланғаным өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме, осы жанрларын ажырата білуді. Яғни бұл өлең бе, ертегі ме, мәтін бе, жоқ әлде бұл жаңағы жұмбақ па, мақал мәтен ме деген сияқты. Кейіпкердің іс-әрекетіне баға беру, осы мәтіндегі негізгі ойды тауып, сол негізгі ойда автор бізге не айтқысы келіп тұр. Осы мәтінді толығыменен талдай отырып, балалардың оқу сауаттылығын арттыру болды менің міндетім. Және де оқу техникасын жетілдіру. Күтілетін нәтижелер не бұнда? Келесі. Күтілетін нәтижелер бұл жерде білімділік жағынан әдеби жанрлар таниды, балалар әдебиетінің негізгі өкілдерін біледі, шығарманың мазмұнын, композициясын қарапайым деңгейде талдай алады. Біліктілік жағынан кейіпкерлерге мінездеме береді. Яғни ол кейіпкер қандай кейіпкер? Жақсы жақтар бар ма, жаман жақтар бар ма, қу ма, жоқ әлде қатыгез ба, қатал ма, осындай жақтарын ажырата отырып, олар сол кейіпкерді қарапайым деңгейде ол кейіпкерге мінездеме бере алады. Енді және де осы мәтін негізінде қандай қосымша ақпарат беріліп отыр, сол қосымша ақпаратты да ажырата алады. Өз ойын, балалар қазір осы мәтінді оқығаннан кейін сол мәтін бойынша өз ойларыңды жазбаша жеткізуге жаңағы тырысыңдар деп сондай тапсырмаларда беруге болады. Сол кезде бала сол мәтін жайлы өзінің ойын, яғни бұның барлығы әдебиетке бір қадам, яғни біздің арамызда, біздің балаларымыз жазушы болмауға, ақын болмауға кім кепіл, мысалы арамызда отырған шығар. Бұлақ көрсең белін аш деп, бұлақ көрсең көзін аш деп, сол балаларды жаңағы осындай әдебиет саласына тәрбиелей отырып, соған жетелей отырып, соған қызықтыра отырып, олардан жаңағы жазушы, мүмкін актер, мүмкін режиссер біздің Қазақстанға жетпей жатқан мамандық иелері болады дегенге мен кәміл сенемін. Енді қандай тәрбиелік мәні бар бұның? Бұл шығарма, бұл курстың оқу мәдениеті мен адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады, ұлт әдебиетіне қызығушылығын арттырады. Яғни бұлар менің күтіп отырған нәтижелерім. Осы күтіп отырған нәтижелерінде өз жемістерін беруде. Енді оқыту әдістері әңгімелеу, талдау, жұптық, топтық жұмыстар, рөлдік ойындар, шығармашылық тапсырмалар, өлең, ертегі құрастыру, кітаппен жұмыс, интерактивті әдістер, кластер, постер, пен диаграммалары. Енді мен сіздерге осының ішіндегі маған үлкен жаңағы көмек беріп, балалардың мінезін ашуда, балалардың жаңағы ашылуында, сахнада сөйлеу кезінде ашылуға маған көбінесе осы әңгімелерді, ертегілерді рөлдерге бөліп ойнау өте күшті құрал болып көрініп жатыр. Кешірім сұраймын. Енді осы жаңағы жүргізілген жұмыстарды бағалау түрлері қалай өткізіледі? Бағалау түрлері ауызша жауап, шығармашылық жұмыс, мен жобаларды қорғау, оқырман күнделігі, өзін өзі бағалау, жаңағы өздері қалай осы кейіпкерді аша алды ма, осы мәтінді талдай алды ма, осы мәтінді талдауға оларға не жетіспей жатты, міне осының барлығын өздері бағалайды.
Енді курстың мазмұны менде 34 сағаттан тұрады, және де ол 6 бөлімнен тұрады, яғни бірінші бөліміміз біздің әдебиет әлеміне кіріспе. Бұл жерде әдебиет әлеміне кіріспе дегенде әдебиет дегеніміз не, оқырман мәдениеті қамтылады, әдеби жанрлармен танысу, қандай жанр түрлері бар, және де көркем тіл, бейнелі сөздер. Яғни көбінесе біздің балалар жалпақ тілде сөйлей алмайды, көсіліп сөйлеулері өте төмен, себебі кітап оқулары жетіспей жатады. Сол осы әдебиетке баулу үшін, әдебиетке қызықтыру үшін тілдерін дамытып, көркем сөздерді, бейнелі сөздерді көбірек қолдану үшін бұл 4-ші сынып оқушысы әбден лайық деп өзім солай деп шештім. Өйткені мен қазір бастауыш сыныпта жұмыс істегеніме бірнеше жыл болып қалды. Содан менің өзімнің жасаған қорытындыларым бұл. Енді келесі бөлімі қазақ халық ауыз әдебиеті. Сіздер білесіздер, қазақ халық ауыз әдебиеті өте балалар арасында, тіпті біздің үлкен әжелерімізде қазір өмірден өтіп бара жатқандықтан осындай әңгімелерді, халық ауыз әдебиетін, ертегілерді балаға айтып беретін әжеде саны өте аз. Сондықтан осы халық ауыз әдебиетінің ішіндегі мен алғандарым ол ертөстік, алтын сақа, батырлар жыры, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, және балалар өз ертегілерін өздері құрастырып, жаңа шығармашылықпенен жұмыс жасауға баулу. Яғни қорытынды сабақ бұл ауыз әдебиеті бойынша викториналық сұрақтар, жаңа қандай біз ертегілер өттік, мынау қай кейіпкердің бейнесі деген сияқты викториналық сұрақтар арқылы қорытылады. Келесі бұл қазақ балалар әдебиеті. Қазақ балалар әдебиетінде сіздер білесіздер, бұл жерде Ыбырай Алтынсаринді кіргізбеске болмайды. Ахметбай Тұрсыновтың өлеңдерін, Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожаны қоймасқа тағы да болмайды көрсетпеске. Содан үзінділер көрсетіп, соны талдай отырып, Қожаның жағымсыз кейіпкер емес, яғни жағымды кейіпкер, ол өзіне жаңағы көңіл аудару үшін осындай әрекеттерге барғанын балалар талдай отырып жеткізеді. Яғни ол бала жақсы оқиды, тек қана жаңағы отбасы жағдайларына байланысты, мектепте келіспеушілік дүниелерге байланысты, яғни бұл жерде Қожа өзін жаман кейіпкер ретінде көрсеткісі келетіні, неліктен олай көрсеткісі келетіні талданып, балаларда ашық әңгіме жүзінде бізде кәдімгідей диспут сияқты болып өтті десем болмайды. Енді келесі мен Мұхтар Әуезовтің балаларға арналған әңгімелерінде жетім мен көксеректі алдым бұл элективті курсқа. Енді жетімді сіздер білесіздер қандай оқиға екенін, Мұхтар Әуезовтің жазған. Бұл бір жарты сағаттай балалар өздеріне келе алмай, сондай сол жетім баланың образына еніп, соны балаға сондай жандары ашып, керемет өздерінің көңіл күйлерін білдіріп жатты. Тіпті кейбір оқушылардың арасында көз жасына ие болмай қалғандар да болды. Бұл жерде баланың жүрегінің жұмсақтығы, яғни бұл мейірімділік, бұл әңгіме бойынша, яғни біз балаларды мейірімділікке тәрбиелейміз, қатыгездікке емес. Өмірде неше түрлі жағдайлар болып жатады, сондықтан бүткіл әлем мейірімділікте ұстанып тұрған, ал мейірімділікті адамдар тарататынын жөнінде бағыттар беріп, соған баулып отырмыз. Енді менің келесі айтайын дегенім, бұл жерде Мұқағали Мақатаевтың да ертегі аңыз жанрларының авторлары қазіргі Әділет Тәжбаевтың Толағай ертегісін қостым. Ол Толағай ертегісінде өздеріңіз білесіздер, яғни оның да халқына, еліне, отанына, жеріне деген сүйіспеншілігі, яғни осындай керемет дүниелерді балаларға көрсетіп, балалармен талдап талқылағаннан кейін олардың әдебиетке қызығуына жол ашамыз деп ойлаймын.
Енді осы мен сіздерге мына жерде көрсетіп отырған бейнелерде, яғни мен сіздерге жаңа айттым, балалардың ертегіні оқыған кезде рөлдік ойындарды қолдануы біздің қолымыздағы өте күшті қару. Яғни бұл бойынша бала жаңағы осы мына түлкі менен әтеш ертегісіндегі түлкінің қаншалықты қу екенін, қоянның қаншалықты әлсіз екенін, өзінің әлсіздігіне қарамай әтеш оны жаңағы өзінің табандылығыменен үйін босап, қоянның үйін босап беру туралы жаңа ертегіні балалар сомдаған кезде өздеріне сондай ұнап, балалар оны талқылап, яғни кімдікі дұрыс емес, осылай істеуге бола ма деген сияқты сұрақтарға олар ашық жауап беруге, яғни толық жауап беруге тырысып, өз ойларын дұрыс жеткізуге тырысып отырды. Келесі суретте сіздерде тағы да көріп отырсыздар, мына жерде бұл алма ертегісі туралы қойылым. Алма ертегісіне жаңағы барлығы бір алмаға таласып, орман тұрғындары сол жерде, бұл жерде бірлік болмай, тірлік болмайды деген мақалды балалардың өздері естеріне түсіріп, яғни бірлік бар жерде тірлік бар деп, өз ойларында, өз талқылауларында жеткізіп отырды. Сөйтіп бізге рөлдік ойындар, сол кейіпкерді сомдау, қазір бастауыш сынып ортасында өте жақсы жүзеге асып жатыр деп айтқым келеді. Енді мен осыны қорытындылай келе сіздерге айтарым, яғни қорыта айтқанда әдебиет тек көркем сөз үлгісі ғана емес, ұлттық тәрбиенің қайнар көзі, ол ата-бабаларымыздың рухани өсиеті, ұлттық рухты сақтау, келер ұрпаққа жеткізу әр азаматтың борышы. Ендеше әдебиетті жаңғыртып, оның тәрбиелік мәнін насихаттау бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі деп аяқтағым келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Жақсы, сізге де рахмет. Онда сөзді келесі спикерімізге береміз. Педагог зерттеуші номер 15 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сапарова Алтынай Сансызбаевна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы сөз өнері өмір өрнегі 9 сыныптарға арналған. Алтынай Сансызбаевна, сөз сізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, рахмет Талғат Ермекұлы. Менің жалпы номер 15 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі боламын. Сапарова Алтынай Сансызбаевна. Элективті курсының тақырыбы сөз өнері өмір өрнегі. Жалпы алдымызда айтып кеткен таныстырған әріптесіміздің тақырыбына тура ұштасып әдемі кетті деп ойлаймын. Әдебиет деген бұл сөз өнері, бұл әдебиет ол біздің өмірдегі оқиғалар, біздің әртүрлі болып жатқан жағдайдың бәрі ол әдебиет. Жалпы бұл элективті курстың тақырыбы сөз өнері өмір өрнегі. Мақсаты сөз қадірі мен маңызын жоғары бағалау, оқушылардың сөйлеу мәдениетін, ұлттық дүниетанымын дамыту. Жалпы бағдарламаның өзектілігі бұл бағдарлама оқушылардың алған білімін өмірде тиімді қолдана білуіне, өз қажеттілігіне жарата алуына, сонымен қатар пәннің практикалық нәтижесін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже оқушы сөз өнерінің мәнін терең түсініп, ұлттық рухани құндылықтардың түрлерін танып, маңызын жете меңгереді. Шешендік сөздер мен мақал мәтелдердің, нақыл сөздерді, олардың мағыналарын түсініп, орынды қолдана біледі. Бағдарламаның құрылымы 34 сағаттан, яғни оның ішінде 4 бөлімшеден тұрады, аптасына 1 сағат. Мазмұндық бөліміне тоқтала кетсем, жаңа айтылғандай 4 бөлімшеден тұрады. Бірінші бөлімшесі сөз өнерінің маңызы. Бұл бөлімде сөз өнері жайлы алғашқы ұғым қалыптастыру, сөз барлық өнер атаулының негізі екенін түсіндіру, оның маңызын терең ұғындыру. Екінші бөлімше бойынша шешендік сөз ұлттық өнер деп аталады тақырыбы. Мұнда оқушылар шешендік өнердің қыр-сырын меңгеріп,
көпшілік алдында еркін және сенімді сөйлеуді үйренеді. Үшінші бөлімше тақырыбы билер сөзі, ақылдың көзі. Мұнда әрине балалар қазақтың ұлы билері мен шешендердің ақыл сөзін, халықтың рухани мұрасын және ұлттық мәдениеттің қайнар көзін толық меңгеріп шығады. Төртінші бөлімше тақырыбы нақыл сөз, тіл мәйегі. Яғни мұнда нақыл сөздер қазақ мәдениетінің рухани қазынасы, яғни айтылған осы нақыл сөздердің мән мағынасын түсіне отыра, оны өз өмірлерінде, әртүрлі жағдайларда, бір-бірімен қарым-қатынасында қолдана алуы. Жалпы негізгі аспектілері неге көзделеді? Неге көзделді жалпы? Білім алушыға бағытталуы, бағдарлама тақырыбын ашуға бағытталған жаттығулар, түсіндірме сөздермен жұмыс, мәтін мазмұнын болжауға байланысты сұрақтар қою, ал оқушыға қызықты болатын ақпараттардың қамтылуы бұл қазақтың нақты атақты би шешендері, яғни Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Мөңке би, Жиренше шешен, Құнанбай, Абай Құнанбайұлы, тағы да басқа көптеген тұлғаларымыз туралы ақпараттармен жұмыс жасай отыра, осы бағдарламада өздерінің енді бұл 9-шы сыныпқа арналғандықтан өз өмірлерінде алдағы қолдана алады деген сенімдемін. Ары қарай сөйлеу дағдыларын жақсарту және дамыту үлгісінің болуы бұл тіл байлығын дамытуға арналған тапсырмалар арқылы жүзеге асады. Шешен ойшылдар туралы ақпарат беріп, олардың астарлы ойын анықтайды. Таныстырылымдар дайындайды. Осы тақырып бойынша қысқа монолог, диалог құрастырып, ой талқыға салып, пікірталасқа қатысып, постер жасап, тест құрайды және соңында қорыта келгенде эссе жазу жұмысымен қорытамыз. Енді бұл жерде авторлық бағдарламаның негізгі талабына сай нормативтік бөлімге келетін болсам, 34 сағаттан құрылған, тақырыптары, мақсаттары осы мемлекеттік стандартқа сай бағдарламаның, яғни қазақ тілі әдебиеті пәнінің бекітілген мақсаттарынан алынып отыр. Жалпы 34 сағаттың 12 сағаты лекцияны құраса, тәжірибесі 22 сағатты құрайды, барлығы 34 сағат. Қысқаша айтқанда, менің осы бағдарламам балалардың қазіргі кітап оқымайтын интернет желілеріне қатты көп уақытты бөліп, барлығын телефон арқылы қарап, сондай бір кітапқа онша қызығушылығы аз болған заманда бұл элективті курстың берер пайдасы мол деп өзім сенемін. Назарларыңызға рахмет. Менің қысқаша осы. Өте жақсы, рахмет. Қысқадан және нұсқада болды. Онда педагог зерттеуші номер 139 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәні мұғалімі Разиева Баян Тоқтарбаевнаға сөз беріледі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақтың дене шынықтыру спорт ойындары, 5 сыныптарға арналған жұмыс. Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Мен Разиева Баян Тоқтарбаевна, Ахмет Байтұрсынов атындағы номер 139 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, педагогикалық стажым 34 жыл. Менің авторлық бағдарлама аты қазақтың ұлттық дене шынықтыру спорт ойындары 5 сынып оқушыларына арналған бағдарлама. Бұл презентация 5 сынып оқушыларына арналған қазақтың ұлттық дене шынықтыру спорт ойындарының маңыздылығын, қауіпсіздік ережелерін және оларды оқыту әдістемесін қамтиды. Ұлттық ойындар
Бұл тек ойын ғана емес, сонымен қатар тарихи маңызды мәдениетімізді және салауатты өмір салтын насихаттайтын құнды мұра. Осы бағдарлама арқылы оқушылар қазақ халқының бай спорттық дәстүрімен танысып, оның денсаулыққа, дене бітіміне және ақыл-ой дамуына тигізетін оң әсерін сезінеді. Біздің мақсатымыз қазақтың ұлттық ойындарын жандандыру, оны жас ұрпаққа жеткізу және олардың бойында спортқа деген сүйіспеншілігін ояту. Қазір. Жарайды. Қазақ ұлттық ойындары міне бағдарламаның мақсаты ұлттық дене шынықтыру ойындары арқылы білім алушылардың спорттық қабілетін дамыту және оның өмір құбылыстары мен таным түсінігін қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері: ойнатудың түрлі әдістері арқылы жас ерекшеліктеріне сай оларды көзқарасын, мінез құлқын қалыптастыруына әсер ету, білім алушылардың денесінің дұрыс жетілуіне, шапшаңдық пен дәлдікке дағдыландыру. Ойын әдісі арқылы төзімділік, шапшаңдық, ұйымдастырушылық, өз бетімен шешім қабылдау сияқты өзіндік қасиеттерін қалыптастыру. Жарыс әдісі арқылы қарсыласынды команда топты жеңу үшін бәсекелесу, күрес үшін күш сынасу жағдайда жоғары көрсеткіштерге жетуге тәрбиелеу, қауіпсіздік және салауатты өмір салтын құндылықтарын қалыптастыру. Қазақ ұлттық ойындары мен қозғалмалы спорттық ойындардың қауіпсіздік ережелері: біріншісі, ойын алдында алаңын дайындау. Екінші, дұрыс киім кию, жылыну жаттығулары, денені қыздыру керек, мұғалімнің бақылауы мен бұл өтеді. Ойыншыларға ойын ережелері мен қауіпсіздік шаралары алдын ала мұқият түсіндіріп, олардың әрқайсысының орындауын талап ету қажет. Ақыл-ой ойындары. Бұл жерде міне шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойындары ойналады. Ақыл-ой ойындары оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың табандылығын және жеңіске деген ұмтылысын нығайтады. Келесі бөлім асық ойындары. Асық ойындарының маңызы: асық атауларының мен құралдары, ойын түрлері: 1 табан, 3 табан, 5 табан, 6 атар, шеңберден ату және 5 асық ойыны. Асық ойындары оқушыларға тек физикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар мәдени құндылықтарды сіңіруге де мүмкіндік береді. Қорытынды және жарыс. Қазақтың дене шынықтыру спорт ойындарын жарыс өткізу
әділ төрешілік және марапаттау, ойын нәтижелерін талдау. Қорытынды жарыс бұл бағдарламаның логикалық аяқталуы ғана емес, сонымен қатар оқушылар үшін ұмытылмас әсер қалдыратын мерекелер іс-шара. Ұлттық ойындардың тәрбиелік маңызы. Ұлттың рухты сіңіру, әділдік пен адалдық, батылдық пен табандық, командалық жұмыс, зейін қою және шоғырлану. Осылайша ұлттық ойындар оқушылардың тек дене бітіміне ғана емес, сонымен қатар рухани және интеллектуалды дамуын қамтамасыз етеді. Денсаулыққа тигізетін пайдасы. Физикалық даму. Бұл жерде бұлшықеттердің дамуы, жүрек қан тамыры жүйесін нығайту, координация мен ептілік, көз мен мөлшерін жақсарту, психикалық ауқат, стрессті азайту, әлеуметтік дағдылар, өзіне сенімділік, ақыл-ой дамуы, тәртіпке үйрету. Ұстаздар мен тәрбиешілерге арналған ұсыныстар, ол біріншісі ойынның тарихын түсіндіру оқушыларға, екіншісі қауіпсіздікті әр ойын бастамас кезде біз қауіпсіздік ережесін үнемі сақтап тұруымыз керек, соны мұқият қарауымыз керек, сақтауымыз керек, бала жарақат алмау үшін. Ойынды қызықты өту, мотивация мен қолдау, интерактивті қолдау. Ұстаздар мен тәрбиешілердің шығармашылық көзқарасы және балаларға деген сүйіспеншілігі ұлттық ойындарды оқытуды табыс етеді. Болашаққа бағдар ұлттық ойындарды дамыту. Мектептер арасында жарыстарды ұйымдастыру, ұлттық ойындар үйірмелерін құру, ата-аналармен тарту, солармен ата-аналармен бірге жұмыс жүргізу, түрлі жарыстарды өткізу, цифрлық технологияларды қолдану. Бұл біздің ойындарымыз, бұл тек өткеннің мұрасы емес, сонымен қатар болашақтың кепілі. Оларды жаңғырту және жас ұрпаққа жеткізу арқылы біз ұлттық құндылықтарымызды сақтап қана қоймай, және оны биіктерден көрсетуіміз керек. Назарларыңызға рахмет. Ну, коллеги, я думаю, все. Каждый спикер уже выступил. Мы можем уже заканчивать нашу трансляцию практики. Спасибо вам всем, уважаемые коллеги, за ваши выступления, за ваши авторские программы, за ваш труд. Я вам всем желаю творческих успехов и всего-всего наилучшего. А самое главное, хорошее прохождение вашей аттестации. Құрметті әріптестер, трансляцияны уже аяқтай беруге болады деп ойлаймын. Барлық спикерлер уже өз сөздерін айтып шықты, өзінің трансляцияларын презентациялап, көрсетіп шықты. Барлықтарыңызға сәттілік.